Асаубек аға, сіз сияқты танымал жүргізуші болу үшін екеуміз сияқты сымбатты болу керек пе? Танымал болу үшін әрине бірінші көп еңбектену керек. Көбі телеарнада жүргенде бай деп ойлайды, сол рас па? Негізі ол әрбір адамның өзіне байланысты. Ауырып тұрып эфирге шыққан кез болды ма? Ондай жағдайда ұялмаңдар. Сонысымен эфир қызық. Тікелей эфирге ОМОН қызметкерлері келіп, қолыңызды қайырып. Содан кейін менің қолым қалтырайтын болды айтпақшы. 16 жасыңыздан бастап телеарнада екенсіз. Камерадан шаршау деген бола ма? Бәрі дұрыс болуы мүмкін емес бұл өмірде. Ең қызық түсірілім қай кезде болды? Менің көзімше анамды ит талады. Содан кейін мен қатты қорқам. Сәлем достар. Бүгін бізде қонақта Асаубек Айымбетов аға. Асаубек аға, қалыңыз қалай? Астанада күн суып кетті, тоңып қалмадыңыз ба? Бәріңізге сәлем, ассалаумағалейкум. Қош көрдік. Қалым жақсы. Астанада тоңып қалдық. Сендер де тоңып қалған шығарсыңдар. Бәріміз тоңып жүрік, негізі аяқ астан аяз болғаннан кейін. Бірақ енді үйрендік қой Астананың ауа райына. Асаубек аға, сіз осы жұмысқа көлікпен барасыз ба, әлде такси немесе қоғамдық көлік? Таксимен барам. Білуімше Ақтөбенің өңірінің тумасысыз. Суыққа қаншалықты төзімдісіз? Батыста негізі Ақтөбеде Астананың климатымен ұқсас климат. Ешқандай қатты бір айырмашылық жоқ, сондықтан Астанаға тез сіңіп кеттім. Негізі суыққа жақсы төзімді адаммын. Бұлай тұмауратып, ауырып, негізі сирек өте ауруым. Енді сұрағымызды сіздің кәсіби жолыңызға қарай бұрсақ. 16 жасыңыздан бастап телеарнада екенсіз. Камерадан шаршау деген бола ма? Камерадан шаршау деген болмайды, өйткені ол менің сүйікті жұмысым. Маған ұнайды. Қазір де камераның алдында отырмыз. Камерадан шаршамау керек негізі, өйткені камера менің жеп отқан наным, яғни нәпақам, менің стимулым, мені елге танытып отқан және халықтың проблемасын билікке жеткізуші осы камералар. Осы камералардың алдында жұмыс істеп жатырмыз. Бұдан шаршау деген болмайды. Әрине, жұмыстың өзінен шаршау деген болады. Кейде бір шабыт болмай, шығармашылық адам болғаннан кейін шығармашылық дағдарысқа ұшырап жатамыз. Бірақ әр нәрсенің өзінің қайыры бар, әр нәрсенің өзінің орны бар. Оған да бір стимул, импульс табылады. Рахмет. Асаубек аға, сіз сияқты танымал жүргізуші болу үшін екеуміз сияқты сымбатты болу керек пе? Иә, сен сияқты сымбатты болу керек. Сен сияқты шаш болу керек, бас болу керек. Сендер сияқты әп-әйдік, әп-әдемі қыз жігіттер болу керек. Әрине, телеарнада түр маңызды, бірақ дегенмен түрмен қоса сөздік қор, импровизация болу керек. Яғни ойын дұрыс жеткізе алу керек. Сондай-ақ жаза алатын журналист болу маңызды. Қазір бізде телеарна саласында жалпы жаза алмайтын тележүргізушілерге сұраныс аз өте. Біз өзіміз анонсты жазамыз, мынау сөзтар, әрбір сюжеттің сөзтарын жазамыз, өзіміз текст жазамыз, өзіміз кейде сюжет дайындаймыз, кейде съемкаға де шығамыз, түсірілімге де. Мысалы жақында Мәскеу қаласына барып келдім, Ресей астанасы президенттік сапар аясында, сол жерден тікелей хабарлар таратуға тура келді деген сияқты. Сондықтан танымал болу үшін әрине бірінші көп еңбектену керек. Екіншіден әрине кәсіби болу керек. Кәсібилік ол бірінші орында. Біздің қасымыздағы досымыз, әріптесіміз, көршіміз, бауырымыз бәрі қасымыздан кетуі мүмкін. Барлығы бізден алыстап кетуі мүмкін, сатып кетуі мүмкін, ұмытып кетуі мүмкін, қоштасып кетуі мүмкін. Бізбен қоштаспайтын, бізден қалмайтын бірақ нәрсе бар, ол кәсібилік. Кәсібилік бізден ешқашан кетпейді. Сондықтан бірінші кезекте кәсіби болыңдар. Сол кезде ешкім ешқайда сұраныссыз еш жерде қалмайды. Көбі телеарнада жүргенде бай деп ойлайды, сол рас па? Телеарнада жүргендер бай емес, ешқандай да бай емес, қарапайым, кәдімгі халықпыз, халықтың арасында жүрген адамдармыз. Енді, бірақ енді жаңа айтып жатады, журналистердің көбі жалақысы аз, мардымсыз айлық алады деп. Негізі ол әрбір адамның өзіне байланысты. Мысалы,
мен бір ақ жерде жұмыс істемеймін, мен бірнеше жерге жұмыс істеймін, бірнеше жерін тапсырыс аламын, бір қалада жүрмеймін, Алматы, Шымкент, Жезқазған, Қарағанды деп түрлі тапсырыстармен барамын. Сондықтан бір ғана жұмыспен, бір ғана жұмыс орнымен шектелмеу керек әрбір адам. Сонда оның жалақысы да жоғары болады, сонда ол да бай болады. Яғни бұл заманда, қазіргі технология барлығы дамыған заманда, әлеуметтік желілер тұрған кезде жалпы қалталы болу қиын емес аса. Енді қалталы болу дегенде миллиардер емес, аса бір өзіңе жететін, ата-анаңа жететін, отбасыңа жететін ақша табу қатты қиындық тудырмайды негізі. Асылбек аға, сіз жаңалық жүргізесіз. Мен балаларға арналған бағдарламалар жүргіздім. Екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Бірақ та қалай ойлайсыз, осындай балаларға арналған бағдарлама жүргізгеннен кейін жаңалық жүргізу оңай бола ма, әлде ол қиыншылық тудыра ма? Өте жақсы сұрақ. Менің негізі өзімнің ораторлық курсым бар. Бұған дейін қаншама оқушыны оқытып келдім. Сонда менде Диамара деген оқушы қыз болды. Оралда, жергілікті арнада бір Бозторғай деген балалар бағдарламасын жүргізген екен. Қазір ол Қазспорт телеарнасында кәдімгі спорт журналист болып жұмыс істеп жүр. Өзінен сұрағам, қалай болды бір амплуадан екіншіге ауысу, жаңа бір қызметте. Ол адам өсет жетеді, сен де ертең өсесің, сендер де ертең өсесіңдер, толсасыңдар, білім аласыңдар, дамисыңдар, қарайсыңдар. Сол кезде өздігімен жетілесіздер. Яғни бір орында тұрып қалмай, ізденісте, дамуда сол процесске араласып жүрсеңдер, сіздер де неге жаңалық жүргізбеске болады. Журналист болуға, редактор болуға, сценарист болуға ешқандай қиыншылығы жоқ. Ең бастысы, сен өзің бастадың бұл жолды. Кірпішін қаладың. Әрі қарай жайлап жүріп, жасыңмен бірге, жылдармен бірге өзің кәсібилігің шыңдала береді. Сенің кәсібің шыңдалған сайын, сен ойың да толсады, сөздік қорың да толсады. Сөйтіп, бір күні сені мүмкін жаңалықтар жаршысы ретінде көруіміз мүмкін ғой. Сол күнге жетейік. Әумин. Тележүргізуші болу бала кезіңізде арманыңыз болды ма? Иә, бала кезден армандадым. 4, 5, 3 сыныптарда болу керек, нақты есімде жоқ. Айнаның алдына костюм шалбар киіп аламын, галстук тағып аламын да. Ол кезде енді телефон жоқ, смартфон жоқ, газет қиындыларын алып аламын да. Жаңағы газеттегі мысалы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы, ол кезде Нұрсұлтан Назарбаев осындай жерге ресми сапармен барды деп айнаға қарап оқитынмын. Бұның өзі енді қазір айтады, визуализация деген естіп жүрген шығарсыздар, иә, визуализация. Біз ондайды білмейміз ғой кезінде, бірақ соның бәрі біздің визуализациямыз болыпты. Яғни автомат түрде сол визуализация жасадық. Айнаны экранды елестетіп, камерады елестетіп, сол жерде оқып, күнде дайындалып, оны диктофон болатын, үйде ол кезде телефон жоқ, диктофонға жазып, кассета оны тыңдап, өзіме қызық көрінетін. Сөйтіп менің бұл кәсіпке деген махаббатым жылдан жылға арта берді. Үйдегілер тек қолдады, өзің қара, өзің көр деп, сөйтіп осы салаға топ ете түстім. Сіздің мысалы ауырып тұрып эфирге шыққан кез болды ма? Иә, бір емес, бірнеше рет болды. Бір қызық жағдай айтайын. Бір күн қатты ауырып келдім. Мен негізі андай тамақтан тез ұшынатын адаммын да. Бір күн тамақтан ұшынып қалған, эфирге келдім, түскі эфирге. Бұл республика арналары, жергілікті Ақтөбедегі жергілікті арна бар. Сол арнаға барған кезде Рика телеарнасы қатты ауырып отырмын. Енді жергілікті арна болғаннан кейін адам маман тапшылығы болады ғой. Маман жоқ, ауыстыратын адам жоқ. Ол республикалық арналар ғой. Ауырып қалсам біреу келе салады. Сөйттім да ауырып отырмын. Өзім қатты ауырып отырмын. Эфирге шықтым, жүрегім айни бастады. Иә, мен ойладым, қазір мен эфирде лоқсып құс қою мүмкін деп. Сөйтіп отырған кезде кәдімгідей қиналған кезім болды. Дәл мына жерге дейін келді. Ішкен жегемнің бәрі мына жерге дейін келді. Жарнамаға өттім. Дәл сол кезде жарық сөніп қалады. Жығылғанға жырық қой. Жарық сөніп қалады. Мынандай тұрған не? Тұр ғой осындай жарықтандырған. Осында трубаға ұрып басыммен соғылғанмын сол кезде. Дәл мына жерім осылай қып-қызыл болып қайттан жарнама деген шыққан кезде дәл осы жерім қып-қызыл болып шодырайып шыға берген. Сондай оқиғалар болған. Негізі жүргізуші болғаннан кейін, журналист болғаннан кейін ондай форс-мажорлар болып тұрады. Казустық оқиғалар болып тұрады. Оның бәрінен кәсібилікпен шығу керек. Кәсібилік бірақ уақыт өте келе, жылдар бойы келеді ғой. Иә, менде де болған ауырып қызуым кәдімгідей көтеріліп тұрды. Анам маған қызу түсіретін дәрі беріп жіберді. Ол кезде біз зеленкада болдық. Сол кезде бізге айтады, зеленкада қозғалмай тұрыңдар деді. Өзім ауырып тұрдым. Эфирге жетем дегенше мен қызуым түсті. Эфир уақытында дәрі өз әсерін бастады. Мен терледім.
тамағымда қышып тұр, ауырып тұр тамағым, түшкіргім келіп жатыр, көзім қызарып, көзім жасауратып тұр. Сол кезде былайынан тер ағады ғой, қышытып өйтіп тұрдым. Ол жерде андай қозғала алмайды, өйткені артында жасыл фон, қолын кесу керек қана компьютерный немен. Тікелей эфирде өйтіп тұрдым. Сосын бір уақытта бір көрермен хабарласы, сонымен сөйлесіп ұмытып кетіппін. Негізі эфирдің өзінің сондай бір қасиеті дей ма, әсері деп айтуға бола ма, қызулап шығам, мысалы қызулап отырғанды өзім сезбеймін. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, эфирде басты жаңалықтар деп бастаймын. Тым ауырмай отырған сияқты бар, арқама қанат біткендей 30 минут бойы тарсылап жүргізіп шығам. 30 минуттан кейін қайттан сол ауру қалпыма өткіземін. Ол эфирдің өзінің бір сондай әсері, мынау біз сондай сәтте, мысалы бір қиын қыстау, сондай бір қысылып тұрған сәтте эфирдің, мынау тікелей эфирдің өзінің бір эйфориясы бар ғой адамды. Сол меніңше қанды жақсы айналдырады да, ауру сезілмей кетеді. Эфир біткен бойда қайттан сол таз қалпымызға қайттан түсеміз бүйтіп. Эфирде күтпеген күлкілі жағдайлар болып беді. Міндетті түрде бір күні болды. Бізді бит әрлейді ғой, Алихан біледі. Эфирдің уақытысында сюжет кетіп жатса, реклама кетіп, жарнама кетіп жатса, бетімізге келіп әрлеп кетеді. Бір әріптесім осыдан 6-7 жыл бұрын болыр, қазір бізде жұмыс істемейді. Өзі бір томпақтау, бір сүйкімді қыз болатын. Томпақтау, толықтау келеді де мені тез бояды да, кадрдан қашу керек деп режиссер команда беріп жатыр. Жүгіріп бара жатып, қашып бара жатып, алдында жатқан сымға оратылып құлап түседі да, қатты құламайды, енді былай жерге жалп ете құлайды да, сол жатқаннан жатады, оған тұруға болмайды, өйткені камера дәл осылай қосып тұр. Режиссер айтады, тұрма дейді, жат дейді, қазір оқып болғанша дейді. Мен оқып жатырмын, ана әріптесім осылай жан жағына осылай қарап, ана оператордан қашам тет деп сұравады, жатып алыпшы. Мен Қарағанды Астана тас жолында жол апаты болып 5 адам зардап шекті оқып жатыр, маған күлуге болмайды ғой. Ол деген қайғылы оқиға, біреудің үйіндегі қайғы ғой. Ана қыз әріптесім жатып алған деп телефон алған, жатыр, жайлауда жатады ғой. Сондай оқиға болған. Әлі есімім кетпейді, тағы бір оқиға болған. Бір орыс аға болатын, үнемі шашы бүйтіп үстіне бүйтіп қопырап жүреді. Сол келеді де, эфир жүргізіп жатам. Эфирдің артында, енді камера үлкен ғой, өзі көрінбейді, арық шашы эфирдің анау камераның үстінде тұр ғой. Бүйтіп анау басқа мониторға қарайды, бүйтіп ана шаш бүйтіп қозғалады ғой. Бір қарап қалсам, ана шаштың жан-жағы шыбын айналып жүр ғой. Анау бір ұясына қона алмай жүрген бір күттер болады ғой. Бүйтіп шыбын айналып жүр. Мен ананы көріп күлкім келіп бара жатыр, күлкі қысып бара жатыр. Күлкі қысқан кезде жалпы мынандай бір техника бар. Қолыңызда қаламсап немесе жай ештеңе болмаса, мен шымши салам бүйтіп алақанымды. Немесе қаламсапты алақаныма тығып аламын. Мына ауру рецепторлары адам бүйтіп, мысалы, күліп келе жатып, аяғыңды бір шкафқа соғып алсаң, күлмей қаласың ғой, сол сияқты ғой. Сондай бір ауру рецепторы эмоцияны жинап тастайды. Немесе бір келеңсіз жағдай болып жатады ғой. Біреуде мысалы кредиттің рассрочкасы, просрочка кетіп қалып жатады. Біреудің дөңгелек ауыстырмаған көлігінің, біреу қызымен ұрысып қалған. Сондай нәрсені ойлау керек. Сол кезде эмоция жиналып қалады. Бұл жай ғана мастер-класс. Балаларға батыл болу, сөйлеу мәнерін дамыту үшін қандай кеңес жасайсыз? Бірінші кезекте кітап оқу керек. Мен түсінемін, қазір кітап оқу қиын, TikTok көреміз, Instagram көресіздер, басқа ойымыз әрдайым бөлініп тұрады. Біздің миымыздың өзі кішкене видеоларға, кішкене роликтерге ғана қазір дағдыланып қалған. Ұзақ кітаптарды, ұзақ нәрселерді оқи алмаймыз. Ұзақ тексттерді, мәтіндерді, посттарды оқымаймыз. Сондықтан күніне ең болмаса 5 бет болсын, 10 бет кітап, көркем әдебиет оқу керек. Психологиялық емес, бизнес туралы емес, кітап. Яғни жігіттер мысалы Бауыржан Момышұлы туралы, Бауыржан Момышұлы атамыз туралы, Волоколамск тас жолы деген кітап бар, соны оқу керек. Немесе Райымбек Батыр бар ғой, Райымбек Батыр туралы жазылған Тамыз таңы деген Жолдасбай Тұрлыбаевтың кітабы бар. Яғни Жау жүрек мың бала деген фильмді көрген шығарсыңдар, иә? Сол фильм, сол кітаптың желісімен түсірілген негізі. Яғни өзінің ауылына дұшпандар шабуылдағаннан кейін қол жинап мың бала болып жаңағы жаудан өзінің кегін алған батыр туралы, батырдың өмір жолы туралы.
Сосын үнемі батыл болу үшін үнемі орталарда сөз сөйлеп, үнемі сөз алып диалогқа кірісіп отыру керек. Яғни мен қазір айтсам ұялып қалам, мен қазір айтсам ыңғайсыз болып қалады демеу керек, соған бойымызды үйрету керек. Сосын мысалы инста эфирлер болсын, тағы болсын, босқа құр уақыт өткізбей сол жерде бір пайдалы кеңеспен бөлісу керек, комментарийларға сауатты, адекватты түрде жауап беріп, яғни комьюнити дейді ғой, адамдармен коннекшн жасаған сайын адамның мынау парасат пайымы ашыла түседі, адамдармен қалай сөйлесу керек, адамның психологиясын тани бастайды. Сондықтан үнемі байланыста болу керек. Әсіресе шығармашылық адамдары бір шетте қалып кетпей, кітапты ұстап үнемі осындай шығармашылық ортада жүру керек. Әсіресе үлкен адамдармен көбірек сөйлесу керек, солардан тәлім тәрбие алу керек. Асылбек аға, егер де сіз қазір 10 жасар өзіңізге хат жазатын болсаңыз, қандай кеңес жазушы едіңіз өзіңізге? Өте әдемі сұрақ. Тіл үйрен, көбірек үйрен деп айтар едім. Тіл үйрен деп айтатын едім. Сосын әлем елдерінің мәдениетін көбірек зертте деп айтатын едім. Өйткені кейінгі кездері енді жұмыс қой, қауырт, тіл үйренудің өзіне, басқа тілдерді үйренудің өзіне уақыт таппай жатамыз. Сосын әлем елдеріне саяхат жасаған кезде, жаңа бір дүниелерді көрген кезде көзіміз жаңағыдай жанып, мынандай дүниелер бар екен ғой деп елдерді аралаған кезде, соны ойлаймын, ертерек 10 жасымнан 11 жасымнан бастап неге әлем елдерінің тарихын көп үйренбедім. Мен енді гуманитарлық сабақтарға жақсы болдым, әсіресе анау кітаптарды көп оқитын болдым, қазақ тілі, әдебиет, биология болсын, тарих болсын, география, яғни ауызша түсініктеме жазу болсын, бізде мазмұндама шығарма деген болады, сендерде жоқ қазір. Яғни сондай жаққа жақсы болдым да, бірақ әлем елдерінің мәдениетін, тарихын көп зерттеуге ден қоймаппын. Ал қазір менің сондай өте қызығушылығым жоғары, және тревел блогер болуға, немесе осындай әлемді саяхаттайтын бір бағдарламалар бар ғой, Орел и Решка деген сияқты жаңағы. Мир наизнанку деген. Сондай бағдарламаны жүргізуді кейде кәдімгідей үйде отырып армандаймын. Өйткені бір жағынан саяхат, демалыс, бір жағынан ол білім, даму, бір жағынан сен өзің жұмысың істеп жатасың. Мен сіздің Инстаграм аккаунтыңыздан көрген осыдан біраз жыл бұрын сізде тікелей эфирге ОМОН қызметкерлері келіп, қолыңызды қайырып, сол туралы айтып берсеңіз. Иә, ол бір қорқынышты жайт болды негізі. Содан кейін менің қолым қалтырайтын болды, айтпақшы. Міне әлі қалтырайды. Тремор дейді бұны медицинада. Жалпы туған күнінің қарсаңы 24 қазанға қарсаңы 20-сы ма сондай қазан эфирдің алды менің әріптесім келеді да, Әсел деген. Мынандай бума ақша бар, ақшаны алады да. Мен сенің шкафыңа сала тұрайын дейді. Жұмыста шкаф бар ғой, киімдерін білесің ғой. Сол шкафқа костюм қалтасы сала тұрайын, салып кетемін. Мен айтамын, бір ұрлап кетпесін. Ой, костюмер жабылады ғой, камера тұр ғой. Жақсы дейді, менің қолыма береді, мен барып салып қоямын, аңқаумын ғой. Содан эфир бітеді. Бітіп тұрайын деп жатсам, 4 ОМОН, бір тергеуші кіріп келе жатыр. Это он деп орысша айтып жатқанын білемін, әйтеуір. Он да Асылбек деп қойып. Осымен, мен Асылбек көріп тұрмын да, мен ойымда ештеңе жоқ. Не істеп жүрмін, түсірілім ба деймін ғой. А ну-ка, стоять деп осылай келіп, қолымнан ұстап арты қарай қайырып жатыр да. Негізі батыстың баласымын ғой, Ақтөбеде мен ондайды көп көргенмін. Негізі Ақтөбеде мен оқыған жылдары негізі криминал деген көзбен көріп жүрміз да. Көшеде біреулерді ОМОН алып бара жатады, төбелес болып жатады. Негізі батыс аймақтарында бұрын өте көп болады ондай нәрсе. Енді ондайларды көріп өскеннен кейін маған таңсық емес та. Бірақ енді мені бүйтіп қолымнан ұстап ОМОН алып кету деген болмаған. Сөйтті да, қолымнан ұстап артына қайырып, жерге басыммен аямай басыммен жерге бұқтырып, аяғым арасы қосып тұрған, аяғымның арасын аяғымен түйіп ашып, осылай тұрасың, осылай тұру керек. Тергеуші келіп, қолына жаңа резинке қолғаптарын киіп, менің аты жөнім осындай, оны оқып қарамайсың да ғой куәлігіне. Жүрегім дүрсілдеп жатыр да. Сосын осындай, сіз Асылбек Айымбетовсіз, Әлбекұлы, иә, сіздің шкафыңызда немесе қолыңызда жалған банкноталар бар деген ақпарат келіп түсті дейді. Жағында айтады ғой, қолдан жасалған ақша, ол негізі заңсыз ғой. Қолдан жасалған ақшаны ұстап, оны айналымға жасауға болмайды, ол кәдімгі қылмыстық іс. Сосын есіме түсті, маған Әсел Салбет деп, Әсел деп іздеймін ғой, Әсел ұстап алған, оған да қолына жаңағы наручник. Иә, кигізіп қойды қолына кісенді. Ол жылап тұр бүйтіп. Сосын ойлаймын, не болып жатыр? Әсел деймін, жауап бермейді Әсел. Ойыма неше түрлі ой келіп жатыр. Ең басты ой,
менің анам естісе не болады деген ой болды. Өзім үшін қорыққан жоқпын енді, мен енді кінәлі емес екенімді ойлаймын. Заңгерлерге хабарласармын, адвокат таныстар, достар бар, әйтеуір бір шешімі табылар. Өйткені менің түк қатысым жоқ бұл оқиғаға. Несіне қорқамын деп тұрмын. Мені қорқып тұрған нәрсем, анама қазір хабарласады, сіздің ұлыңыз осындай да осындай, енді айтпай ақ қояйын, осындай жерде отыр деген сияқты. Ол не болады? Қан қысымы көтеріледі, жүрек тарсылдайды, әкем уайымдайды деген сияқты. Енді анаң үшін уайымдайсың ғой, әкелер енді ер адам болғанда шыдайды. Сол ғана уайымдап отыр. Содан сүйреп мені екінші этажға, бүкіл қазмедианың көзінше, ана жер тамақ жеп отыратын жер білесің ғой. Соны көзінше сүйреп төрт жағымнан қылғындырып, мойнымдағы алсық шешілмеген қылғындырып екінші этажға дейін алып барады. Сөйтіп екінші этажға костюмеркеге сүйреп кіргізеді. Қолдарында кішкентай анандай камера бар, болған оқиғаны жазып жатыр. Бірақ оның бәрі жазылып жатқан дүние ғой. Сөйтеді да, қай жер тұр ақша, айқайлап, олар ешкіммен жаңағыдай жылы сөйлемейді ғой. Жылы сөйлемейді. Анау еңгезерде жігіттер алып кел ана ақшаны, алып шығып, сенікі ма осы, сал мында. Тергеуші солай қазір біз сізді көлікке мінгізіп қызметтік алып кетеміз тергеуге. Солай жүрегім дүрс кәдімгі адреналин деген кетіп жатыр. Сіздің саусақтарыңыздың іздері бар ол жерде. Иә, қаным деген басыма шауып жатыр. Ойлап тұрмын, анам естімесін, анам айтпасыншы, тек анам айтпасыншы. Сөйтіп костюм бөлімнен шығып қалсам, бәрі гүлмен, жаңағыдай сыйлықтармен, туған күніңменен дейді. Мен айттым, бұндай туған күндеріңді ұрайын, болмайтын ау туған күн. Аяғымнан әрі кетіп қалды, отырып қалдым кәдімгідей. Әл жоқ аяқта, анау алған әсер ғой. Сөйтеді да, бұл деген сондай шоу болатын, бұл амандардың барлығы шоудың жігіттері, бірақ кәдімгідей мықты актерлар, мықты актрисалар екен, сендіріп ойнайды екен. Сөйтіп мен бір апта бойы түс көріп жүрдім содан кейін. Бір апта бойы түсімде бір түс көрем. Күнде есіктен бір топ аман кіріп келе жатады. Сосын қолым қатты қалтырайды, қазір қайта қалтырғанын қойдым. Кәдімгідей стресс алып қалдым. Бірақ енді әріптестердің әзілі болғаннан кейін бір кабинетте отырып жұмыс істейтін болғаннан кейін түсіністік таныттым. Өйткені енді солай ерекше құттықтағысы келген екен, бір сондай бір есте қаларлықтай болсын деп. Әрине есте қаларлықтай оқиға болды. Бұны мен өле-өлгенше ұмытпаймын. Бұндай жағдайдан әрине бәрімізді сақтасын Құдай. Бірақ сол оқиға әлі күнге дейін көз алдыма еміс келеді. Менде видео сақталған, кейде қарап тұрамын, денем түршігеді. Сол кезде қалай менің денсаулығым сыр бермеген, жүрегім қалай сақ қалмаған деп ойлаймын кейде. Ондай енді пранктер неге жасауға қарсымын өзім. Өйткені әр адамның денсаулығы әртүрлі, біреу шыдамай өліп кетуі мүмкін, біреу жаңағыдай қатты стресс алып организм бір жеріне зиян келуі мүмкін деген сияқты ғой. Иә, психикасына әсер етуі мүмкін, ол ұйықтай алмай қалуы мүмкін, ол амнезияға ұшырауы мүмкін. Білмейсің ғой енді, организм деген әртүрлі жауап береді. Құдайға шүкір, әйтеуір қолының дірілдегеннен басқасының бәрі кетті. Өзіңіз тәуелсіздіктің құрдасы екенсіз, оған мақтанышыңыз бола ма? Әрине, тәуелсіздіктің құрдасы болғаным үшін өте мақтанам. Мынау тәуелсіздік туралы, тәуелсіздіктің қалай келгені туралы деректерді оқығанда, кітаптардан, газеттерде, немесе бейнероликтер, деректі фильмдер көргенде кәдімгі көзіме жас келеді, көзіме жас толады. Мен осындай тәуелсіздік алған, біз егемендік алдық, алақай деп қуанып жатқан кезде мен дүниеге келгенмін. Тәуелсіздіктің алғашқы ұрпақтарының қатарында бар екеніме қуанам. Алдағы тәуелсіздік күні құтты болсын. Барша ел KZ-тің, ел KZ Kids-тің көрермендер үшін тәуелсіздік біздің ең асыл қазынамыз. Соны бағалайық. Егемендік ол ең керек нәрсе. Егемен ел болғанымызға шүкір етейік. Шүкір. Камера алдында қорқынышты қалай жеңуге болады? Камера алдында қорқынышты жеңу үшін бірнеше тәсілдері бар. Мысалы, қатты қорқып тұрсаңдар, қолды қатты қысасыңдар, қысып алыңдар қатты қолды. Сосын мұрнымен демді аласыз да, өкпеге толтырасыңдар да, деп шығарасыңдар. Деп шығарасыңдар да, қолды жібересіңдер. Жай қорқыныш сейіледі. Дірілдеу, аяқтың дірілдеу, арқадан суық тердің шығуы тоқтайды. Сосын мынандай жаттығу бар. Ма, мо, му айтыңдар. Ма, мо, му. Соны кейін қарай. Му, мо, ма. Му, мо, ма. Иә, ма, мо, му қолмен. Ма, мо, му.
ма. Яғни бұл екі қолмен жұмыс істеу арқылы біз миға екі сигнал қолмен жібереміз. жұмыс істеу керек па? Екі қолмен ма, бүйтіп отырмын ғой, бір қолмен. екінші қолмен ма. Кезекпе кезек. Сол кезде мына миға сигнал барады да, концентрациясы, мидың жұмыс істеу қызметі жеделдейді. Ал қорыққан кезде, толқыған кезде мынау мидың жұмысы бәсеңдейді да, біз не айтып не ойғанымызды білмей қаламыз ғой, сол сияқты. Осындай әдіс тәсілдер бар. Кейде мен мынау концерт, маңыз іс-шара жүргізетін кезде қатты қорықсам, мысалы, қатты толықсам, мен досыма хабарласам да, тұрмыстық әңгіме болады ғой. Дөңгелегіңді ауыстырдың ба, досым? Кеше теледидар алайын деп отырдың, алдың ба? Деген сияқты. Анаң келіп кетті кеше, қалай шығарып салдың деген әңгіме айтамын ғой. Сосын ол маған жауап қайтарады. Дәл сондай тұрмыстық әңгімемен адам өзін тыныштандыра алады. Егер қатты бір іс-шараның алдында қорықсаңдар, өзің досыңа хабарласып, әзіл оспақ әңгіме айтсаңдар, бірден ана толқыныстың бәрі шығып кетеді ішімізде. Осы 3 түрлі тәсілді көп қолданып жүріңдер. Ең қызық түсірілім қай кезде болды? Ең қызық қорқынышты түсірілім болды менде. Жаңа жыл қарсаңында ит жылы болды ғой, бір жылы ұмытып қалдым. Есімде емес. Ит жылына біздер иттермен бірге түсірілім жасайтын болдық. Менің иттерден фобиям бар. Өйткені мектеп кезінде 3-4 оқып жүрген кезде менің көзімше анамды ит алады. Содан кейін мен қатты қорқам. Кәдімгідей үлкен қабаған ит келіп тарап, мен тас лақтырдым, таяқ лақтырдым. Кішкентаймын ғой өзім, кішкентай. Сол менің көз алдымда мына жерім жазылып қалған ғой. Жаңағыдай психологиялық травма дейді ғой. Травма болып қалған менде. Содан кейін мен иттен қорқам, яғни қабаған, мынау аңшы иттер болады ғой, аңға шығатын түрлері қорқынышты, ротвейлер дейді, жаңа питбуль дейді, сондай itтерден қорқам. Маған ротвейлер итін алып келеді. Оны мен өмірімде көрмеген ғой, біреудің иті ғой. Сонымен видеоға түсу керек болады. Мен оған бүйтіп мынандай кішкентай бір дүниелері бар, соны беріп отырып, аузына, сосын жаңа жылдарыңыз тағы бірдеңе тағы. Бірінші күн түсірілім өтті, екінші күні түсірілімге ана ит өте көңілсіз келді. Көрініп тұрады өзі иттің көңілсіз жүргені, кәдімгідей ашуланып келді. Иесі ұрған ба, қарны тоймаған ба, әлде ұйқысы қанбаған ба, енді ол да тірі жан ғой, біз сияқты, біз де ашуланамыз ғой. Ана тамақты берсем жемейді, ырылдайды, не істейді. Мен ішімнен қорқа бастадым, анау бала кезімдегі ішімдегі жаңағыдай қалып қойған белгілер шыға бастады, жаңа иттен қорқу деген сияқты. Көзіңізде айналып жүр ма? Иә, фобиям. Содан кейін аузынан сілекейі шұбырып, анау иесі ана жерден айтып жатыр да, қой, айғалама, ұрыспа, бірдеңе деп, өздерінің диалогтары бар, мен түсінбеймін. Сөйтем да, алысқа қашып кетеді. Режиссер айтады, жақындат дейді, анау қарғы бауынан ұстаймын да, тартам ғой, тұрып алады ғой. 4 тағанда осылай тұрып алады. Осыны келеді да, арттан бір әріптесім келіп, итеріп қалмай ма, анау маған қарай деп шақырады. Мен столымнан былай құлай мұлай сүрініп естен шығып кетем ғой. Бірақ ит маған шабылдамайды. Жай анау артына itергенде өзі де күтпей қалған бірақ артында тұрған емес, алдында тұрған маған қарай деп шабылдап кетір. Енді кәдімгі қап-қара ит, енді аузынан сілекей қорқасың ғой, бір жеріңе жабысып алса бітті. Өмір керек, жан керек, телевидениеға түр керек деген сияқты атып шығып кеттім. Сол есімде қалған, негізі қызық әрі қиын сондай түсірілім болған. Қайта ол тікелей эфир болған жоқ? Тікелей эфир емес, ол алдын ала жазба ғой сондай. Содан кейін мен айттым, мына итпен түспеймін, қайтып шақырмаңдар, сол бармен базар болыңдар деп, сонымен қалған сондай. Иттерден қырсыққан жаман ғой. Жаман. Итпен жалпы абайлау керек та, ол қанша дегенмен ол ит, ол білмейсің, қалай ол тәрбиеленді, қандай жерде өсті, оның иесі қандай деген сияқты. Кез келген кезде тістеп алуы мүмкін, кез келген кезде үрей салуы мүмкін. Ал фобиясы бар адам үшін оның ау деп бір үргеннің өзі, үргеннің өзі ол жүрек шашытарлық нәрсе. Сондықтан абай болу керек. Жұмыстан шаршағанда сіз қалай демаласыз? Жақсы сұрақ болды. Жұмыстан шаршағанда мен анама хабарласам, үйдегілерге хабарласам, әкемнің жағдайын білем. Сосын достарыммен міндетті түрде кездесем. Мен достарым бәрі шығармашылық өнердің адамдары, бір-біріміздің жанымызды, жан дүниемізді жақсы түсінеміз. Қай кезде шаршаймыз, көзімізден түсінеміз, қандай әңгіме айту керек. Сосын музыка тыңдағанды жақсы көремін. Музыка тыңдап, өзіме сабырға келем, садақа берем. Қатты шаршаған кезде садақа берем. Садақа деген өте жақсы көмектеседі адамға, жанына медеу болады. Сосын жалпы жұмыстан шаршап, бір осы жұмыстасақ бітсем не болады, басқа жаққа кетіп қалсам не болады деген кезде халықтың жалпы
мына әлеуметтік желілер деген жақсы ғой, халықтың жалпы бата беріп жатады, үлкен кісілер жекеге жатады, үміттерін білдіріп, сенімдерін білдіріп, сондай жылы лебіздерін білдіріп, тұсаукесерге шақырып жатады, немеремді тұсауын кесіп берші, баламды тұсауын кесіп беріңші. Содан мен импульс, стимул аламын да, содан қараймын да, сен бұл жұмыста дұрыс жүр екенсің ғой, дұрыс жолда келе жатсың, еңбектеніп бер, тоқтама. Осы күнге дейін тоқтамай келдің, әрі қарай да тоқтама. Бәрі жақсы болады, әр нәрсенің өзінің қайыры бар. Бұған да бір себебі бар шығар шаршауымның деп өзіме бір шүкіршілік аламын. Енді мен ойлаймын, әр қызметтің өз қиындығы бар. Біз жоқ жердің бәрі әдемі дейді ғой. Біз сырттай көріп әдемі көрінген жерге барсақ, ол жерінде бір кем-кетігі болады. Сондықтан әдемілікті басқа жерден іздемеу керек. Сол жүрген жеріңдегі жаңағы дискомфортыңды өзің пайдаңа жарата білуің керек. Дискомфорт деген жалпы адамға жақсы өсуге, бәсекеге қабілетті болуға. Дискомфорттан қашпау керек. Сол дискомфортпен күресу керек керісінше. Сонда шаршасаң да, талсаң да, жеңіп шықсаң, керісінше түсінесің. Сен кәсіби мамансың, мен мынаны жеңіп шықтым деп. Сол. Хейтке қалай көз қарайсыз, сын көтере аласыз ба? Хейттің де хейті бар. Кейбір хейттерді қабылдаймын, кәдімгідей нақты постфактум, яғни фактілермен, нақты цифрлармен, деректермен жазылса, айтылса, мен оны қабылдаймын. Ал егер ол сені зерттемеген емес, сен жасап жатқан дүниені зерттемей, жалпылама, жаттанды бір болмайтын өресі төмен хейтпен келетін болса, мен ондай адамдардың хейтін қабылдаймын. Ол адамдарға жауап берудің өзі уақытын зая кетіргім келмейді. Өйткені ол адамның сұрағынан ақ оның пайым парасаты, ой өрісі, жалпы өзінің деңгейі, ойлау қабілет деңгейі қандай екен біліп отырасың да, оған уақытын зая кетірмейсің. Оған берген жауабың суға лақтырған тас сияқты ғой, ешқандай өзгеріс болмайды. Хейтке негізі дұрыс айтылған, адекватты жеткізілген, барлық факттермен жеткізілген жағымсыз пікірге, немесе сыни пікірге мен дұрыс қараймын. Жозе Мауриньо деген бапкер бар ғой, сол айтқан екен ғой, егер сені бәрі жақсы көретін болса, сен молодессің дейді да. Ал егер сені бәрі жек көретін болса, сен ең прямо потолок дейді ғой, сондайсың дейді ғой. Суперсің, ең супер адамсың деген сияқты ғой. Дұрыс, негізі, егер бір адамға хейт жазылып айтылып жатса, ол адам өсіп келе жатыр деген сөз. Егер сені бәрі мақтап, қолпаштап, дұрыс жолда кетсең, онда бірдеңенің дұрыс болмағаны. Яғни саған қарсы шығатын адамдар болу керек. Сенімен санасып, сенің істегеніңе сөйлеп қалған адамдар болса, онда сен жайлап өсіп келе жатыр деген сөз. Бәрі дұрыс болуы мүмкін емес бұл өмірде. Ешқандай да мүмкін емес. Адамдардың табиғаты сондай, міндетті түрде сын айту керек, міндетті түрде конфликтіге бару керек, міндетті түрде компромиске бармай бірдеңені тартқылап, аяғынан шалып деген сияқты. Меніңше бүкіл адамзатқа тән дүние. Өз адам болғаннан кейін сондай бір теріс қасиеттер болады. Содан өту керек, ысылу керек, психологиялық тұрғыда мықты болу керек. Менің ойымша фанаттардан да жақсы сияқты. Себебі фанаттар қолдайды, өсуіңе көмектеседі. Бірақ хейтерлар фанаттарға қарағанда да өсуге көмектесетін сияқты. Фанаттарға қарағанда, енді фанат деген жай ғана фанатизм ғой, жаңа сенің өнеріңе, ол кез келген уақытта басқа адамға фанат бола салуы мүмкін. Сенен кейін шығып келе жатқан тағы бір тележұлдызға фанат бола салуы мүмкін. Ой, өзгере салуы мүмкін. Айтады ғой, жүректер өзгермелі дейді. Барлығының жүректері өзгермелі. Сондықтан хейтерлер де өзгереді, фанаттар да өзгереді. Тек өзгермейтін бір ғана нәрсе өзің ұстанымдарың мен кәсібилігің. Осы нәрселер өзгермеу керек. Достар, бүгінгі біздің студиямызға қонаққа келген менің әріптес ағам, досым Асылбек аға. Келгеніңізге көп рахмет. Рахмет. Сендерге рахмет шақырғандарыңа. Өзіңіздің пайдалы жақыңызбен бөлістіңіз. Бізге көптеген кеңес бердіңіз. Осы сұхбаттан кейін егер мен бұдан да биік жетістіктерге жетіп жатсам,
сіздің көмегіңіз бар деген сөз. Жарайсың батыр, өсе беріңдер, рахмет қарындасым, өсе беріңдер. Телеэкранның жұлдызы болуларыңа тілектесім. Болашақта президенттен әлем лидерлеріне сұхбат алатын қыз жігіттер болыңдар. Әумин. Әумин, сол күнге жетейік. Рахмет достар, көріскенше. Чао. Амандықта.